Аяулы көрермендер, тыңдармандар, бүгін сіздерге әйелдерде болатын бірнеше ауру түрлеріне қазақ медицинасы қандай ем жасағанын айтып береміз. Әйелдердің жатыры төмен түсіп кеткенде, қойдың құйрық майын жұқалап кесіп алып, одан соң суық суға шылап, бел немесе сегіз көзге тартса жатыр орнына тез қайтады. Бала көтермеген бедеу әйелдерге торғай миын араққа шылап аздан-аздан ішіп тұрса, тез бала көтереді. Омырау безі қабынған әйелге ара ұясын отқа өртеп, бір ретте 6 граммнан суға қайнатып күніне 2 рет ішкізсе пайдалы болады. Жыныстық шабыты жоғалған әйелдерге әр күні жатарда қойдың жылы қанынан 20 граммнан 50 граммға дейін ішкізіп тұрса жақсы әсер етеді. Сонымен бірге ащы шырмауықты лайықты мөлшерде алып талқандап 100 дана торғай жұмыртқасымен қосып 15-20 күн ішетін болса әйелдердің жыныстық мүшесін қостырады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, аяулы ағайын.